Сәлеметсіңдер ме балалар? 3 сынып қазақ тілі пәні 69 сабақ. Зат есім тақырыбын жалғастырамыз. Келесі сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңыраушаны басыңдар. 15 жаттығу мәтінді оқы. Орындалған арман. Сауытбайдың тойына көп адам жиналыпты. Біз үйге кірсек, бәрі бір ғана адамның аузына қарап отырған сияқты. Ол орысша киінген, орта бойлы Ыбырай Алтынсарин екен. Біз кіргенде әңгіме балаларды орысша оқыту, мектеп салу туралы болып жатты. Ыбырайдың сөзінен кейін есік жақта отырған бір жұпыны киімді адам Сауытбайға қарап сөйледі. Бітер істің басына жақсы келер қасына дегендей, ауылыңа еліміздің бірегей ардагері Ыбырай келіпті. Бұл кісінің сөзін естідік. Көпшілікке өзі үшін емес, ел үшін қолқа салып отыр, деді. Тойға келген ел тегіс бас қосқан жиылыс болды. Ыбырай Алтынсарин өз сөзінде, біз ғана өнер білімнен құралақан қалып келеміз. Бұған өзіміз кінәлі. Өнер жастан шығады дейді үлкендер. Ендігі жерде сол жас өренді оқыту керек. Бұл үшін ең алдымен мектеп ашуға бүкіл ел болып ат салысуымыз керек, деді. Спандияр Көбеевтен. Балалар, енді мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырмаларды орындаймыз. Мәтін мазмұны бойынша сұрақ қойып, жауап беріңдер. Бірінші сұрақ: Сауытбайдың тойына кім келді? Сауытбайдың тойына Ыбырай Алтынсарин келді. Екінші: Ыбырай Алтынсаринді жазушы қалай сипаттаған? Орта бойлы, орысша киінген. Үшінші: Ыбырай Алтынсарин бұл тойда не туралы сөз қозғады? Ыбырай Алтынсарин балаларды орысша оқыту, өнер білімге баулу, мектеп салу туралы сөз қозғады. Балалар өздерің басқа да сұрақтар құрастырып, жауап берсеңдер болады. Ыбырай өнер білім туралы не айтты? Ойыңмен бөліс. Біз ғана өнер білімнен құралақан қалып келеміз. Бұған өзіміз кінәлі. Өнер жастан шығады дейді үлкендер. Сондықтан сол жастарды оқытып, өнер білімге баулып, мектеп ашу керек, деді. Және бұл ойы өте дұрыс. Себебі жастарды өнер білімге баулу үшін ең бірінші мектеп ашу керек еді. Мәтіннен зат есімдерді тауып, талдау жаса. Мәтіннен зат есімдерді тауып, біз оларды жалпы есімдер және жалқы есімдер деп бөлдік. Жалпы есімдер қонақтар, балалар, өнер, білім, той, үй, мектеп, ардагер, жиылыс, іс, әңгіме, есік. Ал жалқы есімдер Ыбырай Алтынсарин және Сауытбай сөздері. Мәтіндегі нақыл сөздерді тауып жаз. Осы нақыл сөздерден қандай ой түйдің? Балалар, бізде 2 нақыл сөз берілген және соны дәптерімізге жазып аламыз. Бітер істің басына, жақсы келер қасына. Бұл сөздің мағынасы елдің қамы үшін жасалатын әрбір істің жанында жақсы оқыған адамдар жүретіндігін туралы айтып отыр. Өнер жастан шығады. Адамды өнерге жас кезінен беру керек. Сол кезде ол бойына жақсы дамиды деген мағынада айтылған. 16 жаттығу: жұмбақ өлеңді оқып, шешуін тап. Өнерлі балалар. Қанат Марат екеуі қамшы өре алады. Таңат Талап екеуі тамаша ән салады. Самат Сағат екеуі төгілтіп күй шертеді. Бабақ Барақ екеуі біледі көп ертегі. Ахат Марат екеуі ат үйретіп жүреді. Жанат Манат екеуі киім кешек тігеді. Балаларды өнерлі есептеп көр сен енді. Авторы Сұлтан Қалиев. Балалар, енді жұмбақ өлеңнің шешуін табамыз. Бұл жерде 12 бала айтылған. Енді тапсырма орындаймыз. Сенің қандай өнерің бар? Өз өнерің туралы досыңа хабарлама жаз.
Балалар өздерінің өнерлерің туралы достарыңа хабарлама жазсаңдар болады. Досыма хабарлама. Мен сурет салғанды ұнатамын. Әсіресе табиғаттың сұлу көрінісін, сарқырап жатқан бұлақтың суретін қағаз бетіне түсіргенді жақсы көремін. Бұл өнерімді дамыту үшін сурет үйірмесіне қатысып жүрмін. Өскенде атақты суретші боламын. Осылай өз өнерлерің туралы хабарлама жазсаңдар болады. 17-ші жаттығу: берілген сөздерді оқы, оларға сұрақ қой. Күй не? Күй. Әнші кім? Әнші. Дос кім? Дос. Өнерпаз кім? Өнерпаз. Бала кім? Бала. Келесі: кенші кім? Кенші. Суретші кім? Суретші. Биші кім? Биші. Әже кім? Әже. Көрші кім? Көрші. Осылай сұрақ қоямыз. Берілген зат есімдерді көпше түрге айналдырып жаз. Күйлер, әншілер, достар, өнерпаздар, балалар. Кеншілер, суретшілер, бишілер, әжелер, көршілер. Осылай көптік жалғауларын қосып көпше түрде жазамыз. Өзің бірнеше мысал келтір. Кітап кітаптар, балық балықтар, ағаш ағаштар, биші бишілер, дәрігер дәрігерлер, оқушы оқушылар. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Видео пайдалы болған болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.